Сәлеметсіздер ме? Есімім Толғанай Молбай, трейдинг саласында 3 жылдық тәжірибесі бар экспертпін. Бүгінгі тақырып үндістандық СНРді графика бойынша басқа стратегиялардан айырмашылығы қандай? Дәптер қаламдарыңызды алып жазып алсаңыздар болады. Мен қолданатын үндістандық СНР стратегиясының графигі Ice Market Real Shot-тағы график. Мысалы, сіз осыны естіп, қазір Ice Market-тен Real Shot ашып алуыңыз мүмкін, бірақ ол қате болуы да мүмкін. Неге десеңіз, бұл график 2 жыл бұрын ашылған. Мысалы, 2 жыл бұрын, 3 жыл бұрын ашылған графиктерің сіздердің таза. Именно сервер Ice Market MetaTrader 5-те 4 сервері болу қажет. Ал қазір сіз шот ашатын болсаңыз, ол MetaTrader 5-те 2 сервер болуы мүмкін. Яғни MetaTrader 5-те 2 сервері графигі дұрыс емес, қате. Именно бізге керегі MetaTrader 5-те 4 сервері қажет. 2 сервердің айырмашылығы, мысалы, мына свитча бізде қызыл түс болса, MetaTrader 5-те 2 серверінде бұл жасыл свитча деген сияқты. Ал бізге свитчаның түсі өте маңызды. Өйткені зона сызатын кезде қызыл мен жасыл свитча қатар орналасу керек. Зона нақты шығу үшін бізге графика таза болу қажет. Яғни, сіз трейд жасау үшін мықты стратегия керек, одан бөлек сізге таза жұмыс жасайтын график болу қажет. Бұл графикадан басқа TradingView, бесплатный версиясы, платный версиясы, Webull болсын, басқа графикаларды біз қолданбаймыз. Тек қана Ice Market графигінде отырғанымызға уже 2 жылдан асты. Бізге керекті таймфреймдер: дневка, 12 сағат, 8 сағат, 4 сағат, 1 сағат. Мен бұл стратегияны алғаныма 2 жылдай уақыт өтті. Мен нарыққа кірген кезде, яғни 2 жыл бұрын осыны үндістандық СНР стратегиясын оқып бастадым деп жан-жағыма айтып, чаттарда до и после деп анализдерімді жіберген сәттерде ешкімнің білімінде 8 сағат, 12 сағат деген таймфрейм болмаған еді. Ол кезде мен де шок болдым, кәдімгідей үндістандық СНРде бөтен информациялар естідім. 12 сағат, 8 сағат деген тема бар екен, және жұп брейкаутта жұмыс жасайды, тақ брейкаутта жұмыс жасамайды деген сияқты информация естіген кезде кәдімгідей енді міне Толғанай, сен білім алып жатқан шығарсың деген сияқты сезім болды. Өйткені ол жерде до и после деп анализ трейд жасаған кезде мен кәдімгідей осы стратегиямен табыс табатыныма көзім анық жетті. Яғни, стратегияны зерттеу үшін сізде алдын ала оқыған 1-2 білімдеріңіз болу қажет. Сұрақ қою үшін де адамда білім болу қажет. Егер де сізде білім болмаса, сіз сұрақ қоя алмайсыз. Менің қандай графикада жұмыс жасайтынымды сұрақ етіп қоя алмайтын едіңіз. Мысалы, біз қолданатын таймфреймдер, негізгі 5 таймфрейм: дневка 12 сағат, 8 сағат, 4 сағат, 1 сағат. 5 негізгі таймфрейм бар. Ал апталық пен айлық ол барлық стратегияда жүретін таймфреймдер. Ол міндетті түрде керек. Ал 30 минут, 15 минут, 5 минут бұл қосымша арнайы таймфреймдер. Яғни зонаға баға келген кезде реакциясын көру үшін арналған, немесе реакциясын алып кеткен кезде откатына кіру үшін кіші таймфреймде арналған қосымша таймфреймдер. Келесі бізге керегі линия: вертикальный линия, горизонтальный және простой линия. Осы 3 линияны ғана қолданамыз. Простой линияны не үшін, горизонтальный линияны не үшін қолданамыз? Зона сызуға. Яғни, бай зонаны, сел зонаны сызатын кезде бізге горизонтальный линия керекті, ал вертикальный осы зоналарды жоғалтып алмас үшін үстіне қою үшін қажет. Ал простой линия зоналарды зерттеу мақсатта сізге вертикальный қажет емес жағдайларды простой линиямен жай ғана сызып белгі ретінде қойып кетуге ғана қолданамыз. Және біз объем қолданбаймыз, Fibonacci сияқты индикатор, мүлдем басқа инструменттерді қоспаймыз. Тек осы инструменттер арқылы ғана біз анализ жасаймыз. Үндістандық СНРде тек зона ғана сызамыз. Яғни, қызыл свитча мен жасыл свитча қатар орналасқан кезде бай зона пайда болады. Біз зонаны свитчаның фитилмен сызып отырмыз. Енді осы кезде әр адамның ойында бір сұрақ бар, соған жауап шықты деп ойлаймын. Мысалы, көбісіңіз сұрайсыздар, үндістандық СНР қай уақытқа дейін жұмыс жасайды, кейін ақша таппай қаламыз ба деген сияқты. Логикаға сүйетін болсаңыздар, қараңыздар, біз свитчаның фитилмен зона сызатын болғаннан кейін, демек, қашан маркетте свитчаның фитилі жоқ болып кетеді, немесе қашан қор нарығы тоқтайды, сол кезде стратегия тоқтауы мүмкін деген оймен қазіргі күнмен біз трейд жасап жүрміз. Бізде engulfing, breakout зоналары, mix зоналары, buy, sell зоналары бар. Біз жай ғана простой зоналардан сделка ашпаймыз. Мен сіздерге мысал ретінде көрсетіп жатырмын. Мына жерде buy зонамыз сызылып тұр. Мысалы, логика қараңыздар.
мен бай зона сыздым, сел зона сыздым, селдан байға қарауым керек, немесе байдан селға қарауым керек. Осы кезде логика бай зонаны көк линиямен белгілеп қоямын, сел зонаны қызылмен белгілеп қоямын. Бұл мысалға 8 сағаттық таймфреймнің анализдері. Ал апталықтың анализі мұның астында бай зона, жоғары жағында тағы сел зона тұратын болса, оларды үздік қызыл линия, үздік көк линиямен сызып қоямын. Сонда мен графиканы любой таймфреймді ашқан кезде менің графикам таза әрі түсінікті болады. Ал сіз әртүрлі таймфреймнен алып сыза беретін болсаңыз, онда сізде ол трейд болмай қалуы мүмкін. Депозитіңіздің барлығын күйдіріп алуыңыз мүмкін. Сол себепті графика осылай таза болу қажет. Мысалы, бай зонаны сызған кезде фитилін аламыз, жасыл свечаның денесімен фитилдің лоуын, яғни фитилін аламыз. Сол кезде көп адам бай зонаны сызғанда былай сызады. Мысалы, мен бай зона сыздым дейді. Қойып қояйын, қараңыздар. Бай зона сызып алдым дейді. Енді нақты қарайтын болсақ, яғни сіз сделка жасаған кезде міндетті түрде әрбір деталіне мән бересіз. Мысалы, мына жасыл свечаның астыңғы денесі open, үстіңгісі close, low, high фитилі. Енді бізге керегі именно open және low керек. Енді open-не қараймыз. Мышканы міндетті түрде жасыл свечаның денесіне апарып қоямыз да, сол кезде астында open, low, close'тар шығып тұрады. Open қарайтын болсаңыз 39, 76, 63, close 40, 22, 88. Енді сіз сыздым екен болды демейсіз ғой. Осы open close'тармен бірге тексересіз. Мен дұрыс сыздым ба деген ой сізде болу керек міндетті түрде. Мұның барлығын эксперт сізге үйретуге міндетті емес негізі, бірақ әрбір эксперт өзі қалай практика жасайды, соны бәрін үйретеді. Но өзіңізде де логика болу керек, яғни білімге деген құштарлық болу керек. Мысалы қараңыз, open менде 39, 76, 63, ал менде 39, 77, 15 сызылып тұр. Демек, дұрыс емес. Именно мен бұны 39, 76, 63-ке апарып настройкасымен сызуым керек. Ал астыңғы линиясы low-на қарайтын болсақ, low-ы 39, 60, 17, 39, 59, 52 болып тұр екен. Демек, менде астыңғы үстіңгі линияда цент разница бар. Осы open low-на қарап отырып, мен бай зонаны ровно сызуым керек. Мысалы, сел зона, қызылдың фитилін қараңыздар. Сел зона, қызылдың свечасына қойып қояйын. Қараңыздар, қызылдың свечасы бұл енді керісінше. Open, close, high, low. Open-ін қарайтын болсақ, яғни денесін 41, 72 де тұр, 41, 72 де. Ал енді астыңғы нағыз өзінің open-іне қарайтын болсақ, 41, 72, 43 цент. Ал біздің үндістандық эселерде әрбір цент өте маңызды. Сол үшін 41, 72, 43 центке апарып қою керек біз. Настройкасымен қоямыз. Мысалы, қараңыздар. Астыңғы линияны басып, настройка свойствоға кіреміз, параметрға барып, бізде 41, 72, 43 беді, 43 центке дейін ровно жазып қоямыз. Жазғаннан кейін енді тексереміз. Қанша жерде сіз магнитка қолдансаңыз, кейде магнитканың өзі ошибка жіберу мүмкін. Яғни инструменттерге 100% сенімділік жоқ. Бәрібірде сіз тексеруіңіз қажет. Өйткені ақшаны басқаратын сіз, прибыльді табатын сіз. Бұл маркеттің, мышканың, мысалы магнитканың, графиканың ешқандай сізге кетері жоқ. Сол үшін анықтап алу керек. Мінекей, свечаның денесі 41, 72, 43 дейді. 41, 72, 43. Міне, open. Енді дұрыс болды. Әрбір линияларды осылай ровно сызып, центмен бірге ровно сызғаннан кейін барып, сделка ашу қажет. Яғни әрбір анализді сіз 2-3 қайтара зерттеуіңіз қажет, одан кейін барып бір кнопканы басасыз. Яғни бір кнопка басып ақша табу үшін оның артында осыншама еңбек болады. Қазір сіздерге 5 минуттың ішінде сызып көрсетіп жатқан шығармын, бірақ анализ жасаған кезде біз әрбір свечаны зерттеген кезде 1 сағат уақытты алады. Ақша табу оңай емес маркетте. Тағы да қандай айырмашылық айтсам болады? Бізде басқа жаңалыққа қарамаймыз. Investing.com сайты алғашқы уақытта менің шәкірттеріме керек болады. Неге? Өйткені
Ол кісілер бұрын соңды жаңалыққа бағынып, жаңалық көріп үйреніп қалған, жаңалық уақытында сделка ашпайды, қорқады деген сияқты оларға бірден инвестинг.ком сайтын өшіріп тастау ыңғайсыз. Сол себепті ол жаққа жаңалыққа қарайды. Сосын жаңалықпен бірге сделка жасауға тырысады. Өйткені жаңалық бізге такси. Мысалы, баға осы жерде жүреді, қазір жаңалық шықты, байзонаға барды, сделка ашасыз, селға апарып береді. Яғни жаңалық ол сізге депозитіңізді тез прибыльға апаруға, анализіңізді тез орындауға көмектеседі. Ал менде инвестинг.ком приложениесі жоқ. Неге? Өйткені енді әрбір адам баласында эмоция да болады, түрлі ойлар да болады. Адамның ойы деген ұшқыр ғой. Қанша жерден сенің 1045 жерден білімің мықты болса да, сенде фокус шашырап кетуі әбден мүмкін. Мен не үшін қарамаймын инвестинг.комда? Өйткені көптеген адамдарды анализ іздеп алғаннан кейін инвестинг.ком өшіріп тастаса, сомнение болмайды. Яғни мен қазір біліп тұрмын да, мысалы байдан селзонаға баратынын біліп тұрмын, байдан лимитқа қойып күтіп отырмын. Менде инвестинг.ком жоқ. Жаңалықтың қай уақытта шығатынын мен білмеймін. Баға келеді, сделка ашамын, селға барады. Демек, үндістандық эсенер жаңалыққа қарамайды. Ал негізі жаңалықты оқисыз, уақыт өткеннен кейін таңертең жаңалық шығатын болса, оны обед уақытында, немесе обедте жаңалық шығатын болса, кешкі уақытта оқып, біліп жүресіз. Ол өзіңізге керекті ақпарат. Ал именно ол жаңалық біздің үндістандық эсенерге сделка ашуға ешқандай да қатысы жоқ. Енді үндістандық эсенердің басқа стратегиялардан немесе басқа испаниялық сияқты эсенерлердің айырмашылығын түсінген боларсыздар. Трейдинг саласы 18 жасқа дейінгі және 50 жастан кейінгі жандарға арналмаған, декретте отырған, бос уақыты жоқ жандарға арналмаған, бүгін оқып ертең ақша таба қаламын, бір ғана курспен байып кетемін дейтін құрал емес. Сондықтан трейдинг саласы кәдімгі медицина саласы сияқты үлкен еңбекпен оқуды талап ететін, уақытты талап ететін элитный мамандық екенін ұмытпаған жөн. Астында комментарий бөлімінде қандай сұрақтар сіздерді мазалайды, сұрақтарыңызды жаза кетсеңіздер, келесі видеода біз жауап ретінде арнайы видео түсіретінін боламыз. Сау саламатта болыңыздар.